Жақын арада елімізде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылады. Жаңа заң жобасын таныстыру барысында депутаттар заңның сыбайлас жемқорлықпен күреске әсері туралы агенттік төрағасының пікірін білуге тырысты. Себебі сотты болған шенділердің дені мемлекеттік сатып алу кезінде қылмысқа барады. Сол жерден барлық биік лауазымдағы тұлғаларымызда істі болып жатыр, қылмыстық істі болып жатыр. Осы қабылданатын заң жобасы сол мемлекеттік қызметшілердің арасындағы сыбайлық жемқорлықтың алдын алу, оның жолын кесуге қаншалықты ықпалы болады. Агенттік төрағасы болса, лауазымды тұлғалардың пара алуын қарапайым халыққа сілтеді. Яғни әркім онымен күресуде азаматтық борышын сезінуі тиіс. Ал жаңа заң болса, осы уақытқа дейін жіберілген кемшіліктерді, яғни сыбайлас жемқорлықты алдын алуға бағытталған. Өкінішке қарай лауазымды тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қанша қозғалып, қанша шенді жауапқа тартылса да, пара алуға ештеңе тосқауыл болмай тұр. Бұл жерде құқықтық сана сезім, халықтың тек қана үкімет пен құқық қорғау органдары емес, халықтың әрқайсысы өзінің осы көрініске қарсы күреске өзінің азаматтық борыштық бабылығын әрине сезіну керек. Бұдан былай қаржы полициясының қызметкерлері арнайы форма кимейді, погон да тақпайтын болды. Агенттік төрағасы бұлай ету азаматтар арасындағы сенімділікті арттырады деп үміттенеді. Ал жемқорлықпен күресетін мамандардың шешінгенінен кімдердің ұяты оянатыны әзірге белгісіз. Гаухар Тұрсынбек, Виктор Гудь, Қазақ Ньюс, Астана.